Тазалық жүректің айнасы. Негізі бейсенбі тазалық күніне арналған медитация. Балалар, көзімізді жұмып, терең тыныс алайық. Мұрнымызбен дем алып, аузымызбен жай шығарамыз. Енді көз алдымызға елестетейікші. Біз бір таза, жарық үйдеміз. Бұл үйде бәрі ретімен, ойыншықтар жиналған, киімдер ілінген, еден тап-таза. Бұл үйде бір кішкентай бала тұрады. Ол сенсің. Сен таңертең тұрып, түсіңді жуасың, бетіңді шаясың, киіміңді өзің киесің, төсегіңді жинайсың. Ойыннан кейін ойыншықтарыңды орнына қоясың. Сенің айналаң таза болса, жүрегің де таза болады. Абай атамыз былай деп айтқан екен: тазалық тәртіптен, тәртіп ұқыптылықтан туады. Еріншектік жаман әдет, ал ұқыптылық ақылды баланың досы. Сен де ақылды, ұқыпты, таза бала екеніңді ұмытпа. Қазір жүрегімізге қол қойып, ішімізден айтып көрейікші: мен таза баламын. Мен таза баламын. Мен ұқыптымын. Мен ұқыптымын. Мен мейірімдімін. Мен мейірімдімін. Тағы бір рет терең тыныс алайық. Енді көзімізді жайлап ашайық. Жымиып, орнымыздан тұрайық.